Теміртауға жақын орналасқан үлкен ауылдың шетіндегі 2 қабатты ақ үйде той шуылдап жатты. Қонақтар көп, дастархан жайнаған, домбыра мен күй әуені ауаны толтырған. Жаңа түскен келін, Айгерім, ұзын бойлы, нәзік, көзі терең, сөзі өте аз. Бетіне қараған әр адамның ішінде бір ой пайда болатын. Бұл қызда бір ауыр сыр бар сияқты. Күйеу жігіт Нұрсұлтан ауылдағы ең ірі шаруашылықтың мұрагері. Оның анасы Зәуре апай келінге бірден жылы қарай алмады. Тым үндемейді, көзін төмен салады, бірдеңені жасырып жүрген шығар деп ойлады ішінен. Тойдың екінші күні таңертең Айгерім бөлмесіне шықпады. Зәуре апай есік қағып ішке кірді. Балам, неге жатсың? Келін болдың ғой, үйдің тірлігіне аралассаң қайтеді. Айгерім көрпені түзетіп, баяу дауыспен, басы ауырып тұр еді, апай кешіріңіз деді. Зәуре апайдың көңілі одан сайын күмәнге толды. Бірақ ештеңе демей шығып кетті. Түнгі сағат 2. Айгерім ұйқысыз жатыр, телефон экраны қараңғы бөлмеде ғана жарық беріп тұр. Кенеттен дірілдеп бір хабарлама түсті. Бүгін кешке дейін ешкімге сөйлеме. Кешірім сұраймын. Сақ бол. Жіберуші Айжан деген атпен сақталған. Айгерім хабарламаны бірден өшіріп, телефонды жастықтың астына тықты. Көзіне жас келді, бірақ ешқандай дыбыс шығармады. Нұрсұлтан көрші бөлмеде тыныш ұйықтап жатыр еді. 3-ші күннің таңы. Ас үйде Зәуре апай дауысын көтеріп сөйледі. Келін болсаң, таңғы шайды өзің қоюың керек қой. Не істеп жатырсың? Айгерім жауап бермей, тек шайнекті толтырып, газға қойды. Қол аздап дірілдеп тұрғанын Зәуре апай байқады. Сол кезде Нұрсұлтан ас үйге кіріп келді. Ана, қойшы енді. Қыз шаршап тұр ғой, тойдан кейін. Зәуре апайдың беті қызарып, мен айтқанымды істемесе, бұл үйде тұра алмайды деп есікті қатты жауып шығып кетті. Айгерімнің қолынан шыны аяқ түсіп, сынған дауысы бөлмені жаңғыртты. Айгерім бөлмесінде чемоданды ашты. Ішінен қара былғары альбом шықты. Бірінші бетте жас жігітпен Айгерім құшақтасып тұрған сурет. Жігіттің аты Бекзат, суреттің артында сиямен жазылған сөз: мәңгі бірге боламыз. Сенсіз өмір жоқ. Айгерім альбомды жылдам жауып, шкафтың ең терең бұрышына тықты. Жүрегі қатты соғып, тынысы тарылып тұрғандай болды. Түстен кейін Айгерім малғарап далада тұрғанда телефон қоңырау шалды. Экранда Айжан. Айгерім қорқа қарап қабылдамады. Бірақ бірден сөз келді: менің балам сенде ме? Жауап бер. Бүгін соңғы мүмкіндік. Айгерім телефонды жерге түсіріп алды. Қолынан тер шықты, аяғы дірілдеп кетті. Түстен кейін Айгерім малғарап далада тұрғанда телефон қоңырау. Экранда Айжан. Айгерім қорқа қарап қабылдамады. Бірақ бірден сөз келді: менің балам сенде ме? Жауап бер. Бүгін соңғы мүмкіндік. Айгерім телефонды жерге түсіріп алды. Қолынан тер шықты, аяғы дірілдеп кетті. Кешке Нұрсұлтан бөлмеге кіріп, Айгерімнің қасына отырды. Неге сонша үнсізсің? Маған ренжіп жүрсің бе? Немесе үйге үйрене алмай жатырсың ба? Айгерім көзін жерге қадап, жоқ, жай шаршадым деді. Бірақ Нұрсұлтанның көзіне қарай алмады. Ол қолынан ұстап, маған бәрін айтсаң болады. Мен сені ренжітпеймін деді. Айгерім тек басын изеді, сөйлемеді. Бір аптадан кейін ауылға қараланд көзі көлігі кірді. Ішінен ұзын бойлы, қара киімді, беті қатты жігіт түсті. Бекзат ауылдың ортасында тұрып, қатты дауыспен айқайлады. Келдім. Оны маған беріңдер. Нұрсұлтан естіп, үйден жүгіріп шықты. Сен кімсің? Не керек саған? Бекзат жымиып, бірақ көзі оттай жанып, мен оның заңды күйеуімін. Ал сен оның жаңа ойыншығысың ғана. Үй іші шуға толды. Зәуре апай есік алдына шығып, не деп тұрсың сен? Менің келін, жақсы қыз. Кет мұнан, деп айқайлады. Айгерім бөлмесінен шығып, Бекзатты көргенде аяғы дірілдеп жерге отыра кетті. Бекзат оған қарап, менің ұлым қайда? Сен оны маған бермей қашып кеттің ғой. Ауладағылардың бәрі шошып, бір-біріне қарасты. Айгерім жылап отырып, әрең сөйледі: мен бала туған жоқпын. Бірақ сен менің баламды алып кеттің деп ойлап жүрсің. Бекзат күліп, онда неге менің атыммен хабарлама жазып жүрсің? Балаң сенде.
Айгерім, ол хабарламаны мен жазған жоқпын, біреу мені қорқытқысы келеді. Нұрсұлтан Айгерімді құшақтап Бекзатқа қарап, енді кет. Әйтпесе полиция шақырамын. Бекзат бір сәт үнсіз тұрып, сосын. Бұл әңгіме осымен бітпейді деп көлігіне мініп кетті. Үйде тыныштық орнаған соң Нұрсұлтан мен Айгерім жатын бөлмеде бетпе-бет отырды. Шамның әлсіз жарығы ғана беттерін нұрландырып тұр. Нұрсұлтан баяу сөйледі, мен сенің көзіңдегі қорқынышты көріп тұрмын. Бүгінгі сөздер рас па? Ол адам шынымен сенің бұрынғы күйеуің бе? Айгерім екі қолын тізесіне қойып ұзақ үнсіз отырды. Содан кейін әрең сөйледі, иә. Мен Бекзатпен 2 жыл некеде тұрдым. Ол алғашқы кезде жақсы көрінетін. Бірақ кейін ұрып-соғу, қорқыту басталды. Мен бір күні түнде қашып кеттім. Ешкімге айтпадым, құжаттарымды да қалдырдым. Кейін осы ауылға келіп, бәрі жаңадан басталады деп ойладым. Нұрсұлтанның беті қатты түсіп кетті. Неге маған айтпадың? Мен сені қорғар едім ғой, қорықтым, егер білсе, мені қабылдамас деп ойладым. Сен сияқты жақсы жігітке мұндай бүлінген қыз керек емес шығар деп. Нұрсұлтан оны құшақтап алды, сен менің әйелімсің. Қазірде, болашақта да. Енді жалғыз емеспіз. Бірақ Айгерімнің жүрегінде әлі де ауыр тастың салмағы жатқандай сезілді. Сол түні сағат 3-те Айгерім оянып кетті. Терезе алдында біреу тұрғандай болды, қара көлеңке қозғалғандай. Ол Нұрсұлтанды оятпауға тырысып баяу тұрды. Терезеге жақындағанда ештеңе көрінбеді. Бірақ еденде қағаз жатты. Айгерім қағазды алып оқыды, ертең кешке дейін баланы әкел. Әйтпесе Нұрсұлтанның көзіне қан құямын. Қолы дірілдеп қағазды мыжып тастады. Жылағысы келді, бірақ дыбыс шығармады. Менде бала жоқ қой, неге осылай қинайды деп ойлады. Таңертең Зәуре апай Айгерімді ас үйге шақырды. Бұрынғыдай қатты сөйлемеді, даусы жұмсақ еді. Кешегі сөздерді естідім. Бәрі рас па, қызым? Айгерім басын изеді, көз жасы ақты. Зәуре апай оны құшақтап алды, бірінші рет осылай істеді. Мен саған қатты қарадым, кешір. Енді сен менің қызымсың. Ол жігітке жол бермейміз. Ауыл ақсақалдарына барамын, полицияға хабарлаймыз. Айгерім алғаш рет енесінің құшағында өзін қауіпсіз сезінді. 2 күннен кейін ауылға сұр түсті нәсін кіріп келді. Ішінен орта жастағы әйел түсті, Бекзаттың әпкесі Айжан. Ол үйге кіріп, бірден сөз бастады. Мен Бекзаттың әкесімін. Ол қазір ауруханада емес, бірақ психикасы нашар. Ол сенің бала туып, жасырып қойдың деп ойлайды. Бұл оның ауруы параноя. Айгерім, менде бала жоқ. Ол маған зорлық көрсеткен соң, мен ешқашан бала көтергім келмеді. Айжан көзін төмен салды, мен оны емдеткім келеді. Бірақ ол сенсіз тынышталмайды. Кездесіп сөйлессең. Нұрсұлтан қатты дауыспен, жоқ, ол біздің өмірімізге қауіп төндіріп жатыр. Кездеспейміз. Келесі түні тағы хат келді, есіктің астынан тығылған. Таңертең сағат 7-де ауылдың шетіндегі ескі қорада бол. Баланы әкел. Жалғыз кел. Әйтпесе Нұрсұлтанды өлтіремін. Айгерім қорқып Нұрсұлтанға көрсетті. Нұрсұлтан, жалғыз бармайсың. Бірге барамыз. Полицияны алдын ала ескертеміз. Таңғы сағат 7. Ескі қораның алдында Бекзат тұр. Қолында пышақ. Айгерім мен Нұрсұлтан бірге келді. Артта 2 полиция қызметкері жасырын тұр. Бекзат Айгерімді көріп айқайлады. Баланы қайтар. Сен мені алдадың. Айгерім баяу сөйледі. Бекзат, менде бала жоқ. Сен маған зорлық көрсеттің. Мен қаштым. Енді менің жаңа өмірім бар. Өтінемін, өзіңді емдет. Бекзаттың көзі қанға толып пышақты көтерді. Сол сәтте полиция шығып, оны ұстады. Бекзат жерге құлап, жылап жіберді. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Бекзатты психиатриялық ауруханаға апарды. Айжан келіп кешірім сұрады. Оны емдейміз. Сіздерге енді мазаламаймыз. Айгерім мен Нұрсұлтан үйге қайтты. Зәуре апай есік алдында күтіп тұрған. Үшеуі құшақтасып ұзақ тұрды. 1 жыл өтті. Айгерімнің құрсағында нәресте бар. Нұрсұлтан әр кеш сайын оның құрсағын сипап, біздің ұлымыз немесе қызымыз болады дейді.
Зәуре апай енді Айгерімді қызым деп атайды. Ас үйде бірге тамақ әзірлейді. Кішкентай Әлихан дүниеге келді. Ауылдағылар той жасады. Айгерім баласын құшақтап көз жасымен, енді шынымен бақыттымын деді. 2 жылдан кейін тағы бір той, Әлиханның тойы. Ақ үйдің ауласы күлкіге, әнге толы. Айгерім баласын құшақтап тұрып, Нұрсұлтанға қарады. Рахмет саған мені қабылдағаның үшін. Нұрсұлтан оның маңдайынан сүйді. Сен менің ғана емес, осы ауылдың да жүрегісің. Зәуре апай күліп, менің келінім ең мықты әйел. Ешқандай құпия енді қалмады. Күн батып бара жатқанша ән шырқалып, отбасы бір үстел басында отырды. Өткен артта қалды. Алда тек жарқын күндер. Бұл оқиға сені бейжай қалдырмайды. Соңына дейін көрде, шындығын өзің бағала. Осындай шынайы оқиғалар ұнаса, тіркеліп кеткейде, өмір фильмнен де ауыр. Бұл соның дәлелі, осындай оқиғалар үшін тіркеліп қой.